Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Темірке Сәния Фазылқызы. Бүгін сіздерге ұсынатын курсымның тақырыбы қазіргі білім беру ортасында сабақты жобалау мен бағалауда цифрлық құралдарды пайдалану. Технологиялардың жедел дамып жатқан дәуірінде әрбір педагог маңызды сұрақпен бетпе-бет келеді. Сабақты жай ғана заманауи емес, шынымен тиімді қалай өткізуге болады? Біздің курс дәл осыған жауап береді. Курстың мақсаты заманауи сабақты тиімді жобалау және оқушылардың білім беру нәтижелерін объективті бағалау үшін цифрлық құралдарды пайдаланудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Осы қызықты саяхатты бірге бастайық. Сонымен, бұл курс кімдерге арналған? Ең алдымен, бұл орта жалпы білім беру педагогтеріне арналған курс. Егер сіз 5-тен 11-ші сынып мұғалімі болсаңыз, және сабақтарыңызға цифрлық технологияларды енгізгіңіз келсе, бұл курс сіз үшін жасалған. Екінші бағыт техникалық және кәсіптік білім беру педагогтары. Маман даярлаудың заманауи стандарттарымен жұмыс істейтін колледж оқытушылары. Маңызды атап өту керек, ол бізде курс цифрлық құралдармен жұмыс жасаудың алдын ала тәжірибесін талап етпейді. Біз ең негіздерінен бастаймыз және қадам сайын кәсіби тәжірибелерге көшеміз. Жұмыс өтіліңізге немесе техникалық дайындығыңызға қарамастан, әркім мұнда келесі сабақтан-ақ қолдана алатын пайдалы нәрсе табады. Бірінші модуль барлық курстың іргетасы. Мұнда біз қолданыстағы білім беру стандарттары тұрғысынан заманауи сабақ дегеніміз не? Ол қандай сипаттамаларға ие болуы тиіс дегенді қарастырамыз. Цифрлық білім беру ортасының ұғымын, мұның компоненттерін, мүмкіндіктер мен шектеулерін зерттейміз. Бүгін әрбір педагогқа қолжетімді негізгі цифрлық құралдарға шолу жасаймыз. Технологияларды білім беру үрдісінде органикалық кіріктірулерді үйренесіз. Сабақты техникалық көрсетілімге айналдырмай, оның педагогикалық құндылығын сақтайсыз. Екінші модуль курсымыздың жүрегі. Бұл бізде сабақты жоспарлауға арналған. Заманауи таксономияларды қолдана отырып, оқу мақсаттарын цифрлық форматтарда құрастыруды үйренесіз. Canva, Google Docs және мамандандырылған платформаларда онлайн сабақтың технологиялық карталарын жасауды меңгереміз. Үшінші модуль цифрлық құралдардың іс жүзінде практикалық практикумы. Жетекші LMS платформалармен жұмысты меңгереміз. Модуль Google Classroom, Microsoft Teams. Онлайн немесе аралас форматты толыққанды оқу үдерісін қалай ұйымдастыруға болатынын түсінеміз. Төртінші модуль цифрлық дәуірді қалай бағалауға болады деген сұраққа жауап береді. Цифрлық бағалау түрлері бізде формативтік және жиынтықты. Біз оларды талдаймыз және оларды жүйеде пайдалануды үйренеміз. Google Forms, Quiz және ClassTime'да онлайн тесттер мен викториналар жасауды меңгереміз. Тексеруді автоматтандыруды және нәтижелерді жедел аналитикасын алуды үйренесіз. 21 ғасырдың ең маңызды дағдысы оқушылардың өзін-өзі бағалауы мен өзара бағалауын ұйымдастыруға арналған құралдарды зерттейміз. Бесінші модуль – қорытынды модуль. Цифрлық форматтарда сабақтың өзін-өзі талдау жүргізуін үйренеміз. Жай ғана сабақ жақсы өтті емес, деректерге негізделген нақты құрылымдалған талдауды жасаймыз. Оқу нәтижелері туралы деректерді жинау және талдау әдістерін меңгереміз. Платформалардың аналитикасымен қалай жұмыс істеуге және одан кәсіби қорытынды шығаруға болатындығын қарастырамыз. Педагогтың жеке цифрлық портфолиясын жасайсыз. Кәсіби өсуіңіздің дәлелі болады. Құрметті әріптестер, білім берудің цифрлық трансформациясы бұл қауіп те, сәнді трендте емес. Бұл біз сіздермен күн сайын жұмыс істейтін жаңа шындық. Бұл курс цифрлық құралдар әлеміндегі сенімді бағыттаушыңыз. 5 практикалық модуль, нақты құралдар, бірден қолдануға болатын нәтижелер және аяқталған соң сертификат. Тиімді сәтті күтпеңіз. Сабағыңыздың трансформациясын қазірден-ақ бастаңыз. Курсқа жазылыңыз және сабақтарыңызды заманауи, тиімді және шынымен шабыт сыйлайтын жолындағы алғашқы қадамды жасаңыз. Назарларыңызға рахмет, курста кездескенше.